Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 18-ші сабақ Қытай иероглифіндегі радикалдар немесе бушоуды үйренеміз. Бұнда алдымен радикалдың маңызын білуіміз керек. Не үшін радикалды үйренеміз? Екінші, жиі кездесетін радикалдармен танысамыз. Радикал деген не? Алдыңғы сабақтарда айтып өтеміз. Қытай иероглифтері екі бөліктен құралады. Bir bölüгі радикал, енді бір бөлігі фонетикалық бөлік деп. Ал радикалдар осы иероглифтің мағынасына немесе категориясына қатысты дегенбіз. Ал мағынасына қатысты мәлімет береді радикал. Сол үшін үйренеміз. Ал сөздікпен жұмыс істеуге бізде иероглифті іздеуге көмегін тигізеді. Одан кейін жаңа сөздерді есте сақтауымызға жеңілдік әкеледі. Не үшін олай айтамыз? Мысалға мына су элементі бар бөліктерді қарастырсақ, солардың барлығы су мағынасымен қатысты, сумен қатысты. Мұнда су элементі ол радикалда 3 нүкте болып жазылады. Мұнда 3 нүкте болып жазылады. Бұны су радикалы деп атаймыз. Шөйзіп, сәнден шөй дейміз. Су радикалы. Ал бұнда қарайтын болсақ, өзен, кір жуудағы жуу, теңіз радикалы осылардың бәрін бар. Мысалға мына өзендегі қарайық. Су радикалы бар. Ал жуудағы си су радикалы бар. Теңіздегі хай су радикалы бар. Сондықтан біз осы су радикалын көрген кезде ол иероглифті танымасақ та, мынаның мағынасы сумен қатысты екен ғой деген алғашқы ұғымға ие бола аламыз. Мысалға және мына әйел деген иероглифті үйренгенбіз. Не? Осы әйел элементі бар барлық иероглифтер көбінесе әйел мағынасымен байланысты болады. Мысалға ана деген ма әйел иероглиф бар бұнда. Әп деген жие, сіңіл деген мей. Міне осылардың бәрінде әйел иероглиф бар. Бұлар әйелмен қатысты иероглифтер. Енді радикалдар қалай орналасады? Олар 5 түрлі болуы мүмкін. Сол жағында болуы мүмкін. Мысалға мына адам радикалы сол жағында тұр. Адам радикалмен құрам тапқан мына иероглифтер не, та екеуде адамға қатысты. Сен, ол деген сөздер. Ал енді кейде ол үстінде болуы мүмкін. Иероглифтің ең үстіңгі төбе жағында болуы мүмкін. Мынау баузы тау дейміз. Чатыр радикалы. Бұған қарасақ, міне мынау жа, семья дегендегі жа, отбасы дегендегі жа, мына чатырмен қорғап тұр. Әншуен, қауіпсіз деген ән, міне төбесінде чатыр тұр. Сонда мына чатырмен байланысты иероглифтер түгелдей адамға бір түрлі қауіпсіздік, бір түрлі бір орнықтылықты әкеледі. Жа болсын, отбасы болсын, ән қауіпсіз болсын, бәрінде чатыр радикалы бар. Ал кейбір радикалдар иероглифтің астыңғы жағында, төмен жағында тұрады. Мынау жүрек деген мағынаны білдіретін иероглиф. Шинзі дейі. Бұнда мынау асығу деген мағынаны білдіреді. Жи. Асыққанда адамның жүрегі де алып ұшады ғой, бір нәрсеге асығады. Ал мынау бей қайғылану. Жүрекке түседі, қайғы жүрекке түседі. Осындай міне. Осылай жүрекпен қатысты иероглифтердің мағынасы осындай жүрекпен байланысты болады. Ал мынаған қарайық. Пышақ деген радикал мынау. Тау, келдім дейді. Бір жерге кесіп айтылды ғой. Таулы мен бардым дегендегі. Ал мынау бие, қоштасу. Осындай қарайтын болсақ, бұларда сол радикалмен қатысты мағынасы. Ал бұл оң жағында болады. 4-ші жағдайда оң жағында болуы мүмкін. Енді кейбір жағдайда қоршап тұратын болуы мүмкін.
Ал мына бір қоршауға қарайық. Мына бірінші иероглиф го, ел деген сөз. Қазақ елі болса хасакы го дейміз. Қытай болса чонго дейміз. Ал осындағы го бұл мемлекет қоршалып тұр, адамдарды қоршап тұр. Ал мына жерде мынаны үйренгенбіз. Чеу деген иероглиф. Бұл тұтқын деген мағынасында тұр. Ал қоршаудың ішінде бұнда бір ғана иероглиф тұр. Адам тұр. Ал мына елдің ішін әсілі қарайтын болсақ, мұнаның ішіндегі иероглиф ваң, патша деген мағынаны білдіреді. Ал ана ішінде бір нүкте тұр, ол халықты білдіреді. Сонда мына патша менен халық түгелдей қоршалып тұр. Мемлекеттің шекарасына қаратылып отыр бұл жерде. Ал мынада мына қоршау түрменің қоршауына қаратылып тұр. Сонда біз осындай радикалды білсек, көптеген иероглифтердің мағынасын өзімізде біліп кетеміз. Еске сақтауымызға көмегін тигізеді. Енді жиі кезігетін радикалдардан мысал келтірейік. Жаңа біз су радикалын айттық. Бұнда өзен, жуу дегендердің бәрінде су радикалы бар. Ал адам радикалында айттық. Рензі паң дейміз. Рензі паңда да қарайтын болсақ, бұнда да сен, ол дегендердің барлығында осы адам радикалы тұр. Ал мынау коузы паң. Бұл коу деген ауыз деген мағынаны білдіреді. Сонда біз қарайтын болсақ, бұл жерде жеу, тамақ жеудегі чы фәндағы чы, бұнда ауыз радикалы тұр. Чақыру. Оны чақыру. Жау та, емоса, не жау шымы меңзі, сен не деп аталасың, атын кім дегендегі жау. Осында да ауыз радикалы тұр. Ауыздан сөз шығып тұр. Жау. Осылай. Ал енді жаңағы айтып өткен жүрек, сезім деген мағыналарды білдіретін шинзі дей. Мұнда ұмыту деген бір мысал келтіріп қойдым радикалға, иероглифке ұмыту. Ұмытқанда кім ұмытады? Өз жүрегімізге сақтай алмай қалсақ ұмыттық дейміз ғой, сонда ұмыту. Ал мына жерде нүй, әйел, нүзі паң. Ал бағана айттық, ана деген бұнда бұл иероглифте әйел радикалы тұр. Одан басқа жақсы деген. Жақсы деген иероглифке қарасақ, бұл әйел мен бала тұр. Зы деген бала. Ал әйел мен бала бірге тұр. Оның мағынасы не? Жақсы. Ал мынада енді бір отпен қатысты радикал. Хозы паң дейміз. Мына иероглифке қарасақ та оттың ұшқыны көрініп тұр бұда. От. Енді ондай болса, от радикалымен жасалған иероглифтерге қарайық. Мына иероглиф чырақ. От радикалының қасындағы және бір оң жақ бөлігін қосып қарайтын болсақ, бұны тың деп айтамыз. Тың, чырақ. Ал мынау жағу, шау, өртеу, жағу. Бұнда да от радикалы бар. Ал осы иероглифтерді маған оқып шығыңыздар. Ваң, ма, хау, тың, шау. Ал бағанағы жерде де оқып шығайық. Өзен дегенді хы, си, ни, та, чы, жау. Ал өздеріңіз қайталап үйреніңіздер. Енді жиі кезігетін радикалдардан және мысал келтірейік. Мынада ағанасын білдіретін музы паң тұр. Ондай болса, екі ағаш бірге тұр, бұл орман. Ал мына мағына бұл шу, өсіп тұрған ағашқа қаратылады, шу. Ал мынау үстел, жо, не төмен жағында музы дей тұр, ағаш тұр. Жо, ағаштан жасалған үстел. Оқимыз. Лин, шу, жо. Енді
ақша саудаға қатысты бір радикал бар. бейзіпаң дейміз. бей. Бұдан жасалған ереуілдіктер мынау. Гоу сатып алу. Хо тауар. Гуй қымбат. Бұлардың бәрінде мына осы ақшамен қатысты радикал тұр. Маған ілесіп оқыңыздар. Гоу, хо, гуй. Ал енді металл, алтынмен қатысты радикал. Жинзіпаң. Мұнда қарасақ, ақша чен, бұнда жинзіпаң бар. Ал жун сағат, жун. Бұнда да металл болғандықтан бұнда металл радикал, алтын радикал тұр, жинзіпаң тұр. Ал темір де осылай. Міне осындай радикалдардың құралған ереуілдіктердің бәрі темірмен, алтын емесі ақшамен қатысты. Осылай есімізге сақтап аламыз. Енді тишупаң деген қолмен әрекетпен қатысты бір радикал бар. Қолмен әрекетпен қатысты радикал бар. Мына қолдың радикалынан қысқартылып жазылған. Ол басқа бөліктермен құралған ереуілдіктерін көрейік. Ұру дегенді да дейді. Немен ұрамыз? Қолмен ұрамыз. Да. Ұстау. Ба. Болмаса сабы, бір нәрсенің сабын ба дейміз. Ал көтеру ти. Қолмен көтереміз. Ти. Маған ілесіп оқыңыздар. Да. Ба. Ти. Енді топырақпен қатысты радикал бар. Тузыпаң дейміз. Топырақпен қатысты. Ал ондай болса, жерді біз ди дейміз. Міне топырақ радикалы бар бұда. Ди. Ал отыру. Мынаған қараңыздар, отыру. Бағанағы топырақ радикалының екі жағында екі адам отырғызып қойған. Цо. Отыру. Ал мына қай кесек кірпіш немесе, екай кірпіш. Ал бұларда да қарайтын болсақ, топырақтан жасалған топырақ радикал тұр. Сонда біз Қытай тілін, Қытай әріптерін үйренген кезде осы радикалдарға мән берсек, мағынасын есімізге оңай сақтап аламыз. Онда бүгін біз сабағымызды қорытындылайық. Біз білдік, радикалдар ереуілдіктің жүрегі деп аталады екен. Сол радикалға ереуілдіктің мағынасы сол радикалмен тікелей байланысты екен. Жаңа сөз үйренуде радикалға мән берсек, есімізге жақсы сақтап аламыз. Ал одан сырт радикал арқылы сөздіктен сөз табу оңайласады. Оны үйренгілеріңіз келсе, WhatsApp-пен маған хабарласыңыздар, мен сол жерде сіздерге көрсетіп, айтып беретін боламын. Аман сау болыңыздар.